сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі видеода көп балалы аналардың зейнетақы мөлшері туралы айтамын. Яғни 2023 жылы бала санымен зейнетке шығатын әйел кісілерге қатысты ақпарат. Бұл кісілердің жоғары және минималды зейнетақы мөлшері, қанша жыл еңбек өтілі болу қажет, қанша сомада зейнетақы тағайындалады, сол туралы толығырақ айтамын. 2023 жылы Қазақстанда 53 жасқа келген көп балалы аналар зейнетке шығады. Ол 1970 жылы туылған әйел кісі, кемінде 5 баласы болса, және ең кішісінің жасы 8-ге толған жағдайда әйел кісілер 53 жасында зейнетке шығады. Егер де ең кішісінің жасы 8-ге толмаған жағдайда, бірақ әйел кісінің жасы 53-ге толса, ондай кішісінің жасы 8-ге толғанын күтіп, содан кейін барып зейнетке шығуға құжаттарын тапсыруға болады. Көп балалы ана ретінде зейнетке шыққан кезде зейнетақының тек бір түрін алады. Ынтымақты зейнетақыны алатын болады. Қалған зейнетақы түрлерін жасы бойынша шыққан кезде, яғни 2033 жылы алады. Базалық НПФ-тан берілетін төлемдер және шартты жинақтаушы зейнетақы түрін алады, егерде шарттары орындалған жағдайда. Көп балалы аналардың зейнетақы мөлшері қалай есептелінеді? Көп балалы аналар зейнетке шыққан кезде зейнетақының тек бір түрін алатын болады. Яғни ол 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек өтілі кіреді. Ең минималды еңбек өтілі ретінде 6 ай есепке алынады. Ең максималды еңбек өтілі ретінде 12 жыл есепке алынатын болады. Ал толық еңбек өтілі 2033 жылы есептелінеді. Яғни жасы бойынша зейнетке шыққан кезде. Енді көп балалы ана ретінде ынтымақты зейнетақыны алатын болғандықтан, бұл кісілерге 36 айлық табыстың мөлшері өте маңызды болады. Зейнетақы үшін табысты сол минималды зейнетақы ең төменгі көрсеткішті көрсетеді, ал максималды табыс ретінде 55 айлық есепті көрсеткіш есепке алынады. Осы көрсеткіштер минималды және максималды болған кезде қанша зейнетақы шығады, сол туралы толығырақ айта кетейін. Табысы жоқ немесе төмен болған жағдайда есепке минималды зейнетақы алынады, яғни 53.076 теңге. Ал максималды табыс ретінде 189.750 теңге құрау қажет. Минималды зейнетақы мөлшері бар жоғы 1327 теңгені құрайтын болады. Яғни тек 6 айлық еңбек өтілі болса және табысы жоқ немесе төмен болған жағдайда осындай суммада ынтымақты зейнетақы тағайындалады. Ал максималды зейнетақы есептеу үшін ең алдымен қанша жыл еңбек өтілі болу қажет, соны есептеп көрейік. Енді максималды зейнетақы алу үшін қанша жылдық еңбек өтілі болу қажет? 1970 жылы туылған әйел кісі 85 жылы оқуға түстік делік, 1988 жылға дейін оқыды. Одан кейін 88 жылдан 89 жылдар аралығында 5 ай көлемде жұмыс істеді. Қалған жылдарды бала күтімі бойынша үйде отырғандықтан еңбек өтілі есепке алынады. Сонда 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек өтілі 12 жылды құрайды. Осындай 12 жылдық еңбек өтілі максималды көрсеткішті көрсетеді. Енді осы максималды көрсеткіштегі еңбек өтілін ең жоғарғы мөлшердегі табысқа көбейту арқылы ең жоғарғы зейнетақы мөлшері есептелінеді. Көп балалы аналардың ынтымақты зейнетақысын есептеп көрейік. Жаңағы 12 жылдық еңбек өтілін аламыз, бұл 36-да 5%-ды береді. Яғни 12 жылды біз айларға айналдырамыз, сонда 146 ай шығады, оны 240-қа бөлеміз, соны 60-ға көбейтеміз, сондағы шыққан процент. Осы процентті біз максималды табысқа көбейту арқылы көп балалы аналардың ынтымақты зейнетақы мөлшерін есептейміз. Бұл 69.259 теңгені құрайтын болады. Енді мен өзімнің опытымда бұндай көп кездесе бермейді, себебі көп балалы аналардың біріншіден еңбек өтілі өте аз болып қалады, екіншіден табысы болмай қалады. Көп балалы аналардың базалық зейнетақысы
қанша болады, оны қай кезде алады, сол туралы айтамыз. Көпбалалы ана зейнетке шыққаннан кейін зейнетақы аударымдарын тоқтатпау қажет. Сол кезде бұл кісілер жасы бойынша зейнетке шыққан кезде базалық зейнетақыны максималды мөлшерде ала алады. Енді базалық зейнетақы үшін табыс маңызды емес, минималды еңбек өтілі ретінде 0 жылдан 10 жыл аралығында есепке алынады. Бұл 70%-ды құрау қажет. Максималды еңбек өтілі ретінде 35 жыл есепке алынады. Яғни бұл 220%-ды құрайтын болады. Зейнетке шыққаннан кейін міндетті түрде зейнетақы аударымдарын жалғастыра беру керек. Сол арқылы сіздердің базалық зейнетақы мөлшерлеріңіз артырады. Сонымен қатар шартты жинақтаушы зейнетақыны алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Оның шарттары 2024 жылы нақты белгілі болады. Консультация бойынша маған хабарласыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.